Сәлем әлем, бүгін біз SMP-дің бірінші есебін шығарып көрейік. Кім білмейді, SMP деген сайт бар. SMP.ru дейсіз, SMP.ru жазасыз. Осындай бет ашылады, сосын барып бұл жаққа сіз регистрация жасау керек, келу керек. Мен тіркеліп қойғанмын, енді сол кіресің. Міне мен кірдім. Енді задача дейміз. Задача деген соң сложность болсын. Міне сложность. Бірінші есеп. Не глухой телефон дейді. Возможно, что вы когда-то играли в игру «Глухой телефон», либо слышали о ней. В этой игре участникам приходится передавать информацию друг другу различными способами. Словесно, образно, бывает даже пригодится писать левой рукой текст, который другой команд должен прочитать. Известно, что не передано. Ага, обозначим. Хочет iPad. Вам необходимо исключить какие-либо конечные факторы. Ага. Бұл оңай есеп. Түсінгеніңіздей не жазады? Соны шарт береді. Мәне. Ол үшін жай ғана мысалға x int input дейміз да. Сосын барып int x жазамыз. Мен соңғы шешімім осындай болып тұр. Егер сіз осыны алды шешкен болсаңыз, мен сөйтіп шешпеймін. Последнее решение деген тұрады, жаңа соны басасыздар. Отправить дейміз. Міне accepted. Accepted деген қабылданды. Wrong answer деген, демек жауап дұрыс емес жауап шықты. 5 емес 3 шығып кетті. Тест деген, бірінші тестте қате кетті. Бірінші тестте. Мына үшінші тестте 5 емес 6 болғанда 7 шығып кетті деген сияқты. Үстіне complication error. Бұл компилятордың қатесі өзі. Несі бар. Time limit exceed. Көп уақыт жұмыс істеп кетті. Лимиттен. Үстіне міне тілдер тұр, мысалы C++, C++, менде Python. Енді бұл қалай жұмыс істейді? Түсіндірейін. Бізде x input деген бар. Бұл жай ғана input енгізеді. Input x десем енді жарайды енгізеді, бірақ бұл мысалға k деген лепті қабылдайды. Ал мен егер int десем, int деген integer деген сөзден шыққан, онда ол тек қана стандарт қабылдайды. Енді мысалы k десем, міне invalid literal. Бұл қандай value error. Мысалға, егер мен color деңізім келсе, str input деймін. Міне 4 деймін, шықпайды. Түсінікті. Бұл 4-ті не ретінде алып тұрғанда. Жүреді. Осымен бірінші есеп аяқталды. Келесі есепте көріскенше.